Сәлем қыздар, сіздермен бүгін хит болып жатқан банан шоколаде жасайтын боламыз. Бұл десертті міндетті түрде жасап көру керексіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан-ақ өте әдемі болады. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші бізге кез келген осындай плиточный молочный шоколад қажет болады. Кез келген өзіңізге ұнайтын шоколадты пайдалансаңыздар болады. Мен Яшкино шоколадын пайдаландым. Осындай кондитерлік пакетке салып, бөліп, ертіп алатын боламыз. Кондитерлік пакетті кез келген кондитерский магазиннен тапсаңыздар болады. Осылай шоколадты үстіне салғаннан кейін, үстіне ыстық суды құйып, ертіп алсақ болады. Немесе микроволновкада или водяной баняда шоколадты ертіп алсаңыздар болады. Жарты бананымызды белый шоколадпен жасайтын боламыз. Оны да дәл солай ертетін боламыз. Кондитерский мешокқа салып, оны да ертуге суға салып қоямыз. Енді банандарымызды тазалап, артық заттарын алып тастаймыз. Шоколадтарыңызды араластырып, орнын ауыстырып тұрыңыздар, бір келкі еру үшін. Мен бұл жерде банандарды 2-ге бөлдім. Қалауларыңыз бойынша 3-ге бөлсеңіздер де болады. Қыздар, бұдан да басқа тегін мастер-класстар менің каналымда бар. Кіріп, жасап көрсеңіздер болады. Барлығын осылай бірдей қылып бөліп алғаннан кейін деревянный шпажкалерді бананға осылай салып шығамыз. Қыздар, осы деревянный шпажканы Каспий магазиннен 500 теңгеге заказ бердім. Заказ берсеңіздер, жақын арадағы постаматқа 1-2 күнде келеді. Барлығын бірдей қылып дайындап алғаннан кейін банандарымызды морозильникке 10-15 минутқа салып аламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Толық рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Қыздар, оформлениясы үшін кез келген кондитерский посыпканы пайдалансаңыздар болады, немесе кокосовый стружканы, вафельный крошканы, немесе шоколадтың өзімен оформленияны жасап шықсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Шоколадымызды алғаннан кейін, егер қою болып жатса, кішкене сұйық май құйып жүріп араластырып жасасаңыздар болады. Өзімізге ыңғайлы болу үшін бокалдың үстіне кондитерский мешоктағы шоколадымызды салып, бананымызды осылай салып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай банандарымыз сразу шоколады қатып жатыр. Қыздар, оформлениясын сразу осы кезде жасаймыз. Егерде қандайды бір кондитерский посыпканы себетін болсаңыздар, шоколадқа матырып алғаннан кейін осылай сеуіп шығатын боламыз. Бір жасағаннан-ақ өте әдемі шығады. Кез келген қалауыңыз бойынша ұнаған оформленияны жасап, өздеріңіздің балаларыңызға, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің банан шоколаде дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп жасап көрсеңіздер болады. Қыздар, келесі жолы қандай рецептті менің каналымда көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер, міндетті сол рецепт каналыма шығатын болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір аз болсын.